Айта беріңіз. Қайын анау недемен бүйтіп осы жерге келгенде де жөтеліп бүйтіп бәрі шығып отыратын едім ғой. Бір күні осы жерден сіздер операция істеп дедіңіздер ғой. Үйге барып уже миым айналды, бардым. Операцияға дайындалып отқан едіңіз, е? Операция осы апта мен уже операция істетуім керек тұғым. Сонымен үйге барып ойланып неғылып жатқам, осы шай жаңағы дыхательный и антивирус үшеуін ішіп жатырмын ғой мен негізі. Сонымды іштім барып. Қайтадан басып ішіп жатырмын. Жатқанша іше беремін да. Оны енді бір 2 күннен кейін осы сізден кейін 2 күннен кейін бардым. 2 күннен кейін азанда. Осы шайдың арқасы деп ойлаймын енді, Құдайға шүкір болған. Азында ерте намазымды оқыдым да қайтып жаттым. Дыхательныйды қосып ішіп жатсыз, е? Дыхательныйды қосып ішіп жатырмын, антивирус үшеуін ішіп. Сонымен азында ерте жатсам, анау қатты жөтеліп тұрғандар ішімнен аяғымнан шықты да. Қатты жөтеліп бар, күшпен бір тұншығып келіп бүйтіп неғылдым да, атып тұрдым да анадай неге сол жауатын жаққа. Сөйтіп сол келіп тұр, қайтып жаттым. Бір кезден ішімнен жылы бір бәле мына жеріме бүйтіп келді да нервіме, аузыма келіп тола бір бәле келді мына жерге. Атып тұрдым да қайтадан жүгіріп бардым неге унитазға. Сол жауатын жерге неғылдым. Осындай 2 түйін, бұдан кішкентай бір түйін. Түсте? Сол түсті да. Сосын кейін ананы бүйтіп ойбай деп өзім таң қалдым, анау қақырып па или түйін ба не деп шимен бүйтіп басып көрдім. Сөйтіп едім, анау без сияқты нәрсе жұмсақ, бірақ жарылмады, бірақ несі. Бүйтіп анау спичкамен бүйтіп не алсам жұмсақ енді мына жерінде мына өкпемде мына жерінде енді онша бүйтіп не қылмай күніге деп үшемін ауыр тартып осы аяғымды неғылып шаршап әлсіреп операция жасаймыз деген еді? Иә, мына ішім деген мына жерім рахаттанып бір жеңіл бір ішіме таза ауа кіргендей болды да. Сонымен жатырмын енді азанда үйдің бәрі ұйықтап жатыр, біреуге айтайын десем 6:30 кезінде жаттым, сөйтіп енді өзім тұрып анандай бір шай ішкімге, бір тамақ ішкімге, ондай не қылдым. Ата, өкпеңізде операция жасаймыз деді ме сізді? Менің өкпемде киста бар деді маған. Эхинокок бар деді. Эхинокок айналасында қара бір нелер тұр деді бүйтіп. Операция жасаймыз деді, е? Дайындалып отырмыз. Соған мен барлық анализдерім бәрі туралап тұрған. Бәрі нелерім жақсы шықты да, тек осы өкпеде тұрды. Басымды да түсірдім, мына жақты бәрін түсірген ғой. Бауыр, өкпесі, ананың бәрі таза. Сонымен аузыңыздан өзі түсті, е? Өкпеде тұр деді, осы өкпеңде эхинокок айналасын қарайып тұр деді. Мені онкологияға жіберді ғой, онкологияға барып, мен сол жерден операция істететін болып, мен бірақ онкологияға сендерге жасатпаймын дедім. Мен бұл жерге жасатпаймын, мен өзім табамын ашқандып дедім. Сонымен осымен сол врачпен енді өзім областныйға барып, бір врачым бар тұғым, бұрын өзім бауырға істеткен. Соған барып едім, ол немді снимкімді бүйтіп, дискіні көрді дағы, сәл 1-2 ай дәрішіп көресіз ба, асықпай қоя тұрмыз операцияға дейді ана врач. Енді ол швей анау айтқан сізден андай не көрініп тұрған жоқ деді, эхинококындай не, бірақ бір түйіндер нелер тұр деді. Соның кешегіде жurnada түсті, е? Содан кейін мен соған барып келгеннен кейін 3 күннен кейін жаңағы менің ішімнен сол не отыр ғой, аузымнан шықты ғой сол. Мен өткенде өстіп сөйлеп жатқанда үшеде бір кісінің аузынан зоғы шығып кетті дегенде мен ішімнен енді ой бір осылайша не қылғанда зоғы шыға қоймайтын шығар енді осы шайқын деп күлгенмін. Әпке, аппақ домалақ шарттер түсті ма? Иә. Өкпеден шықты ма? Үшеу шықты ғой. От сол эхинокок. Мен операцияға қатысам ғой, біз операция істейміз. Мынандай шариктер шығады, мынандай шарик. Үшеу шықты. Осындай екеуі бұдан құсып шығардыңыз ба? Жөтеліп шығарып тастадыңыз, е? Жөтелмен кәдімгі аузыма келіп кәдімгі мына еріме келді, жүгіріп бармын. Бауырда ма еді, өкпеде ме еді? Өкпеде.
Мен өкпеден 5 ай бойы мен организмімізді өз отторжение жасап 5 айдан бері осы мына кім айнаш біледі осы жерге келіп бүйтіп жүрмін мына шайды ішкеніме 2,5 айдай болды. Не іштіңіз? Құр шай іштіңіз бе? Осы шай мына дыхательный, сосын антивирус. Үшеуін іштіңіз, содан кейін барып өкпедегі киста түсті. 3 ай іштіңіз. 3 ай почти 3 ай болмады. 3 айда эхинококтың 3 кистасы түсті. Енді мен кеше врачыма бардым, отказ жасаймын операциядан дедім. Мен кәдімгідей мен уже тамақта ештеңке не алмайтын. Ет асындаршы дедім, шынымды айтайын. Бір қамыр ауқат жегенде өзім бір не қылдым да. Даже мен анау қамыр ауқатты әкелгенде турап бергенде соның өзін тауыспай әшейін істеп отырып ішіп тұрмын. Тамақты да ана қайнатып не етті жақтап жеп алдыңыз ба енді? Одан бері 2 рет ет астырып Аллаға шүкір. Жақсылап